гидрологиялық карталар, яғни су ресурстарын зерттеудің негізі. Енді су әлемінің картасы, гидрологиялық карталардың маңызы, яғни өзімізге белгілі, міне картаны көріп тұрмыз, осы жерде біз су әлемінің картасын бақылап тұрмыз. Су ресурстары тиімді басқару мен қорғауды гидрологиялық карталар шешуші құрал болып табылады. Олар су нысандарының орналасуы, сипаттамалары және олардың айнала ортаға әсері туралы маңызды мәліметтер береді. Қазақстандағы су тапшылығы мен экологиялық қауіптерді шешуге бағытталған зерттеулердің негізгі ретінде гидрологиялық карталар су ресурстарына бағалау мен оларды ұтымды пайдалану үшін қажет. Гидрологиялық карталардың түрлеріне келетін болсақ, су қоймалары мен өзен және жүйелерінің карталары. Бұл карталар өзендердің бағыттарын, су жинау алаңдарын және көлдердің тереңдіктерін көрсетеді. Су ағыны мен су балансын көрсететін картограммалар судың ағып өту жылдамдығы мен көлемін, сондай-ақ су балансының динамикасы бейнеленеді, яғни картограммаларда. Ал жерасты сулары мен су сапасын бейнелейтін картодиаграммаларға келетін болсақ, жерасты суларының деңгейін, қозғалысын және химиялық құрамын көрсетеді. Яғни Қазақстанның өзендері мен көлдерінің гидрологиялық картасы міне өзімізге белгілі. Қараңыздар, өзендері қай жақтан ағып жатыр және қайдан келіп жатыр. Бұл карта Қазақстанның су жүйесін толық көрсетеді. Онда ірі өзендердің Ертіс, Сырдария және Жайық және көлдердің Балқаш, Алакөл орналасу, су ағынының бағыттары мен көлдерін анықтап бейнеленгені анық көрініп тұр. Келесі бізде гидрологиялық карталарды жасау әдістеріне келетін болсақ, қашықтықтан зондтау, спутник суреттер арқылы су нысандарының беткі қабатын бақылау және өзгерістерді тіркеу. Сонымен қатар геодезиялық өлшеулер дегеніміз жергілікті бақылау стратегиялары мен далалық зерттеулерді әсер ететін жаңағы пайдасы өте үлкен, бұл жаңағы бейнелей отырып. Сонымен қатар Argis, Google Edge сияқты газ бағдарламалары арқылы жиналған деректерді талдау және визуализациялау көрсетіледі. Цифрлық өңдеу дегеніміз осы. Сонымен қатар бізде Алматы қаласының мысалы 3D және гидрологиялық карталарына келетін болсақ, міне осы карта нақты көрсетіліп тұр. Бұл магистралдық жұмысы Алматы қаласының су жүйесін толық қамтитын 2 және 3 өлшемді заманауи гидрологиялық карталарды жасауға арналады. Бұл карталар қаланың су инфрақұрылымын егжейлі, тегжейлі көрсетіп тұр. Келесі гидрологиялық карталардың қолдану салаларына келетін болсақ, су шаруашылығы, су қоймаларын жоспарлау, су тасқындарын бақылау және суларды жүйелеу, басқару. Экологияға келетін болсақ, су сапасын мониторингтеу және ластану көздерін анықтау және су экожүйелерін қорғау болып көрсетіледі. Қалалық жоспарлау болатын болсақ, су жүйелерін дамыту және дренаж жүйелерін жобалау және төтенше жағдайларға дайындықты қамтамасыз етеді. Дренаж дегеніміз мысалы кез келген бір жерлерге орнатып, содан шыққан суларды есептеп құрылғы жасау, яғни сортанып қалған жерлердің бәрін, сор басқан жерлерді дренаж арқылы шаюға өте қолайлы. Келесі су тасқыны кезіндегі қауіпсіздік. Гидрологиялық карталар су тасқыны қаупі бар аймақтарды анықтауға, қауіпсіздік аймақтарын жоспарлауға және ол жердегі адамдардың өмірін сақтауға, бұл адамдардың өмірін сақтап, мүлікті шығындарды азайтады. Гидрологиялық су деген суретте көрсетіліп тұрғандай. Қазақстанда гидрологиялық зерттеулердің дамуы мемлекеттік бағдарламалар мен ғылыми жобалар және су ресурстарын реттеуді қолдануға бағытталған ұлттық және халықаралық бастамалар болып есептелінеді. Қорытындылай келе, гидрологиялық карталар тұрақты даму мен табиғатты қорғаудың кілті. Су ресурстарын басқарудағы жаңағы шешімдерді шығару, әрбір гидрологиялық карта болашақ ұрпаққа таза су мен қауіпсіз орта кепілі. Су әлемін түсініп қорғауға бірге ат салсайық. Яғни балалар, бүгінгі сабақта біз гидрологиялық карталар туралы толыққанды талқылайтын боламыз.